бұл Абай атындағы опера балет театрының жесткий декорационный цех деп айтады. Мен бөлім басшысымын. Атым Дәрмен Жұманович. Бұл жерде мысалға спектакльдер келген кезде біз үш цех байланысты жұмыс істейміз. Ең бірінші біздің цехтан басталады, қандай жұмыс болсын. Біз мына эскизға қарап, эскиз бойынша жаңа ішкі каркастарын құрастырамыз темірден. Біздерде 4 адам жұмыс істейді, екеуісі сварщик, екеуісі плотник. Бізде цехтың өзі екіге бөлінеді. Мысалы, мына жерде каркасын құраса, мына жерде қапталады. Одан кейін ол бутафордан мягкий декорация етеді. Мягкий декорация жаңағындай бояйды, сол светке келтіріпші. Сөйтіп спектакль өмірге келеді. Қазақстан бойынша біздің Абай атындағы опера балет театрының ерекшелігі, мысалға сіздер көріп жүрген шығарсыздар, басқа жерде театрларға барсаңыздар, бұндай бастан аяқ шығара алмайды. Біздер мысалға каждый мелочтарынан бастап үлкен декорацияға дейін өзіміздің нерде бәленбай цех бар. Әркім өзінің цехтарымен біз жасап шығарамыз. Ұшатын жарғанат дейді, летучий мышь қой енді. Мынандай әртүрлі детальдарда темірден болсын мынандай нелер келеді жаңағындай. Эскиздар. Эскиз бойынша міне мысалы біз мынаның бәрін есептеп, мына жігіттер, сварщик жігіттер мынандай темірге иіп, бәрін келтіріп, нерге кей жерде мысалы жерге сызып мынандай заттарды құрастырып шығарамыз.